Ассалаумағалейкум қазақ елі. Құрметті қазақ елі. Міне бүгін 2026 жыл 23 ақпан күні міне біз мына Нидерланд корольдығының Гага қаласы, яғни енді өздерінің тілмашының Данхак қаласында орналасқан халықаралық қылмыстық істер сотының алдына келіп тұрмыз. Бұл келу мақсатымыз міне мына эфирде де жазып тұр, Тоқаев сотталсын. Енді өз халқын міне мына жерге көрсетіп, өз халқын орыстың әскерін шақырып қырғызды. Міне мына жерде өзінің айтқан сөз тұр міне. Одан міне мына жерде қараңыздар. 20,000 bandits attacked Almaty. Бірақ Алматыға 20,000 бандит келді деді. Бірақ ол айтқан сөзін дәлелдей алмады. Міне артынан өтірік пошты ешкім елемеді. Бірақ бейгүнәдан қазақтардың қаны төгілді. Өздерінің ресми деректері бойынша мына жерде Қазақстан міне Government KZ сайтында міне жазып қойған 238 адам деп міне. Бірақ нақтылы енді бұлай енді өздерінің айтқан санағы. Ал бұлай халқын санағы бойынша ол одан да көп. 1000 болуы мүмкін, 1000-нан да артық болуы да мүмкін. Неше мың шығар. Оны қазіргі мына билік, мына Тоқаев билігі міне. Тоқаев билігі, Назарбаев билігі тұрған кезде бұлар ашылады деу қиын. Бірақ енді бұл ашылмайды, осы бүйде жабып қалады деп біз айта алмаймыз. Әр кезде бәрі іс ашылады. Міне сондай әрі тең, әрі қатар отыр. Бұл жерде мынаны неге көрсетіп отырмыз, неге айтып отырмыз дегенде, мынадай не бар ғой? Қосылғыштардың орнын өзгергенмен қосынды тең дейді. Баяғы қанша сені өзгерттің, бұларды ауыстырдың, біреусінен кейін біреусі келді, міне тағы да тонайды. Тағы да қорлайды, тағы да бандиттік жүйені ары қарай жалғастырып кете береді. Міне сот. Біз сол қосылғыштардың ғана орнын ауыстыра бермеуіміз керек, ол қосынсыз тең. Біз мына жүйені тамырмен өзгертуіміз керек. Сонда ғана мына бассыздықтар, мына халықтың зар мұңы тоқтайды деді. International Criminal Court мынау соның алды. Нидерланд корольдығы. Сонда біздің келудегі мақсатымыз не? Біздің келудегі мақсатымыз міне мына қаңтардағы өз халқын атты, қырды, өзін билігін сақтап қалу үшін. Міне сол сияқты жаңа өзенде қырды, осы сияқты осы қылмыскерлер сотталсын.